Сәлем достар, сіздермен бүгін мен Диана Дженсер, Диана Тока арнасындасыздар. Менің намым қош келдіңіздер. Достар, бұл бізде қазір Дүкенші қыз деген сериал бастаймын. Достар, сіздер қайда етті қалаға деген өкініш десеңіздер, мен осы серияны бірінші серияны түсіріп болғаннан кейін соны түсіретін боламын. Уайымдамай қойыңыздар. Достар, активно өте қатты түсіп кетті, активно көтеріп жіберейікші достар. Ал ендеше біз бастаймыз. Және де бір шарттарым бар, мен оның сообществома жазып кеткен болатын. Если сіз уақытылы қарап отырсаңыз, сообществоны қараңыздар. Ал всем приятного просмотра. Қандай адамдар келеді екен? Бірінші рет келіп тұрмын ғой. Қалада өз басым жұмыс істеп көрмеген адаммын. Енді дұрыс қалалықтармен тіл табысып кетсем болар еді. Сәлеметсіз бе? Келіңіз, қош келдіңіз. Ой, сәлем шырағым. Қайықта магазин ашылды деп еді осы жақта кемпір. Я, келіңіз. Мына жерге өтсеңіз бар. Ой, рахмет. Мен онда кете берем. Я, анақта себет бар. Мынау неттен керемет? Жақын жерден. Өте үлкен екен, е? Барлық зат бар. Мынаны ашып алып алайын. Так, маған кемпір не ал деп еді? Шайға бір нәрсе ал деген шығар енді. Жұмыртқаларды қымбаттап кетіпті ғой. Мына бір латок жұмыртқалардың өзі қаншама. Неге ақшаны осылар көбейте береді? Жарайды, тағы не алсам болады? Мынаяқта бір сусындар тұр ғой. Алайын. Үлкен немереме беріп көрейін. Дәмі қалай екен көрсін. Жаңадан шыққан-ау деп білмеймін екен бұндайды. Мына жерде тәттілері бар екен. Міне нан кемпірім істеп беретін шығар енді. Кішкентай немеремізге соқтала салайын енді. Тағы не алсам болады, а? Мынандай бір бәлелерді білмейді екен мен. Ладно. Кемпірде 10 мың беріп жүрген ес. 10 мың деген слишком көп қой. Ауылда деген бізде. Ой, мынаны 2-3 мыңға ғана аласың ғой. Ары кетсе. 10 мың беріп жүрген ес. Қала деп. Қала болса қала шығар. Ладно, көкөністерді мен базардан алмасам, мынаяқта удай бағасы қымбат килограмма. Жарайды, мен кеттім. Шырағымнан есептеп бер. Қандай қымбат, а? 10 мың теңге беріп жүріпті кемпірім. Ата, ол осындай, мен де ауылдан бірінші рет келіп тұрмын. Сен де ауылдыңғысың ба? Қай ауылдыңғысың? Мынандай ауылдың қызымын. Ой, жақсы бопты ғой, біздің ауылдың қызы екенсің ғой сенде. Сіз де осы жаққа көшіп келдіңіз бе? Я, көшіп келдік. Сол бірінші магазинге келіп тұр едім. Жақсы. Ой, саудаң жүрсін. Налады есептеп бер ма? Қанша шығады? Жарайды, қазір есептеп берем, ата. Мынаны орнын ауыстырып қойдым, саған мешет жасап атқан шығар. Ата, рахмет. Қаз барлықтарын есептеп беремін, я? Ата. Аха. Болды, ата, есептеп болдым. Общий суммасы 8540 теңге. Не ала қойыңыз? Ой, қандай қымбат, а? Қандай қымбат, а? Жарайды, қаз дачасын берейін сізге. Ата, міне бер жерін 8460 теңгені қайтардым. То есть 1460 теңге қайтардым. Ой, я. Қандай қымбат-ай. Сәлеметсіз бе? Ой, сәлеметсің бе? Не алайын деп едің? Кел, көріп кет. Корзина бар ма? Ана жерге өтсең бар. Жақсы, рахмет. Міне корзина новыйдан ашылған-ау деме. Бірінші анамның затын, одан кейін барып, чайпитияға келік, сыныптастармен чайпития жасаймыз ғой. Соған зат алу керек. Так, мынаны алдым.
Сосын маған не ал деді? Картошка деді. Қымбат екен ғой, а? Ладно, көп алмай қояйын. Болды, осы жетеді. Ал енді не аламын? Капуста деді, бір капуста бар болса. Ал міне капустаны алдым. Енді ініме мынандай ал деді. Сосын енді болған шығар. Келесі менің заттарым ал. Так, чай пиетіға нан алайын. Нутелла, үйге алайыншы. Так, тағы не алсам? Сок алайын. Оны новый сок ал дейме, 2 түрінен де ала салайыншы. Бәрімізге жетсін. Міне болды. Саудасы жақсы жүреді ау деймін аяқтың. Жарайды, мен кеттім. Сыймайды екен, қазір өлшетіп көрем. Керек емес болды. Сен өлшеп бересіз ба? Анақта еще зат қалмай жатыр ғой. Екінші клиентсіз ғой, қалай? Білмеймін. Есептеп бересіз ба? Жарайды. Міне есептеп болдым. Барлығы неше теңге болды? Барлық сумма 12.500 теңге. Ал міне алыңыз қаз. Так, мына 12.500 теңге. Рахмет, сау бол, келіп тұр, жақсы. Так, мынаны кассама салып қояйын. Потом салармын қазір. Так, аз қалды деп көріп келейінші. Шынымен де бітіп жатыр екен ғой, уже алып келіп қою керек. Жарайды. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Сәлеметсің бе шығарағым. Наяқты бар деп еді осы. Сол үшін келіп тұрық. Апа, тұрсаншы, бұла жолдан өтейік. Қазіргі жастар не болып кеткен? Апа, сіз ауылдікі сияқтысыз ғой, а? Ауылдікі міне. Сен ауылдікісің ба? Апа, ауылдікімін. Сол қалаға кеше келдім, бүгін сол саудамды жасап дегендей күн көріс. Жақсы. Неше түрлі зат істеп қойыпсыздар ғой. Келіңіздер, себет ана жақта. Жарайды. Міне, наума себеттері. Не алам, не бар наяқта? Торт бар екені. Шай ішем. Мынауды шай ішіп, ал жабылмады ғой, ішінен сөйлесе болады ғой. Вообще. Мынандай айтым екен. Сен маған сөйлей берме, шырағым. Мама, наны бағалар снес. Наны көріп адам шок болады ғой. Апа, қалада тұрып көргенсіз ба? Шырағым, ауылдан енді кеп тұрық. Ал, апа, қаланы білмей, бағасы удай екен деп айтпаңыз. Қойшы, үлкенге деген құрметтерін қайда, нау не дағым? Апа, чипсы. Не мынау чипсы. Нау не? Сабыз алайын ем болмаса. Бүгін палау басам ғой. Көк жуал балайын. Так, не бар наяқта? Апа. Так. Нан алайын. Не тәттіге масқа не білесіңдер? Апа қойыншы. Жұмырт қалып бер жіберші маған. Қазір алыңыз. Жарайды апа. Не бар наяқта? Нан алайын. Болды, мен кеттім. Анаған 3000 теңгені жете ма? Асып кетеді. Жететін жете артық қалады ғой. Көреміз апа. Көресің. Апа, мен бірінші келдім, мен бірінші өт кетейін. Үлкенге деген құрметің қайда? Сәлеметсіз бе? Сіз ана апаны өткіз жүрсеңіз, үлкен кісі ғой, не дегенмен. Сізде ол да кім тағы? Мен кеп тұрмын ба, мен өткіз жіберіңіз. Бірақ шынымен ғой, бірінші үлкенді өткіз жібермейсіз бе? Міне мына қыздың есі бар екен.
сенен қарағанда. Ой, апа, қойыңызшы, өтіп кетіңізші, не бопты? Жарайды, мынаны өлшеп берші, мынаны есептеп берші. Жарайды, апа. Апа, сізден вообще 5.000 теңге шықты. 5 ма? Мен артық қалады десемші мұнан. Апа, бұл қала. Ой, қарыз жазып салсаң. Апа, бұл жақта қандай қарыз? Қарыз деген атымен жоқ қой бұл жақта. Дар шығар енді. Апа. Ой, жарайды, ұспай қойыңыздар, қаржылы жазып салайын, 3.000 теңгені бере салыңыз. Ой, түсінеді екенсің сенде. Я, 2.000 теңге қаржылы жазып қойдым. Атыңыз кім? Салима. Салима апа, болды, жазып қойдым, бар еріңіз, жақсы. Мынау да бір қаланы білмейтін. Жарайды енді. Есептеп берші. Сізден общий барлығы 7.200 теңге шықты. Ала салғанда. Жақсы. Саудаң жүрсін. Я, рахмет. Ана еще продукт әкеп. Қашан ашылдың? Алдында ма? Жоға, бүгін ғой. Уже продукттарын қойып. Рахмет. Достар, осымен менің дүкенші қызының бірінші сериясы аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Екінші сериясы одан да қызық болмақ. Келесі серияны күтіңіздер, лайк басып, комментарий жазып тіркеліп, және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Пока-пока.